белгісіз бұрышты табу. Бұл жерде x-ті табыңыз деп тұр. Бұл жерде бізге яғни ол x дегеніміз бұл мынау бұрыш. Бұл көк бұрыш. Мына жерде қарасақ, мынау бізде көк бұрышты табу керек. Ал мына жерде біздегі жасыл, ол бізде 48-ге тең. Жалпы осы жасыл бұрыш пен көк бұрышты қосқан кезде ол тік бұрышты білдіреді. Ал тік бұрыш дегеніміз бізде ол 90 градусты білдіреді. Тік бұрыш жалпы 90 градус. Үнемі осылай қатып қалған заң өзгермейді бұл. Мынау бізге біз осындай бұрыш белгісі тұр ғой, белгілеп қойған. Бұл тік бұрыш дегенді білдіреді. Яғни біз мынау x бұрыш пен 48 градус бұрышты екен қосатын болсақ, 90 градус береді бұл бізге олар. Ал осы жерден x табатын болсақ, 90 алынған 48 градус болады. Енді екеуін біз бағандап алып тастаймыз. 90 минус 48. Мұнда біз бір қарыз береміз. Мұнда 2, мұнда 4 қалды. Мұнда 8 қалды. 8 минус 4 ол бізде 4-ке тең болсын. 42. X тең ол 42 градус болады. Мына бұрыштың шамасы 42 градус. Біз мұнда жауапты жазамыз 42 градус деп. Жауап 42 градус. Тексеріп басамыз. Мына бізге дұрыс деген белгі береді. Жаңа есеп. Міне дәл осы заңдылықпен есепті шығарып кетеріміз. Бұл тек қана осылай тік бұрыш шыға береді бізде. Мұнда 70 ол жасыл, бізге табу керек көк бұрышты. Ол енді 90 минус 70 ол 20-ға тең болады. Міне тексеру басамыз. Міне дұрыс деген белгі береді. Жаңа есеп басамыз. Егер біз қате шығаратын болсақ, бізге мысалы мен 40 бар деп қойын. Тағы да көріңіз деген бізге белгі береді. Егер тағы қате енгізсем, бізге анимацияны жылжытыңыз дейді. Қараңыздар, анимация қараңыздар. Анимация бізде осылай жылжып келіп жатыр, былай қарай. Осы анимацияға арқылы біз есептің дұрыс жауабын табу керек боламыз. Егер бұны тағы қате шығаратын болсақ, бізге есептің дұрыс жауабын, есептің шешуін береді. 61-ге біз x қосқан кезде 90 шығады, ал 90-нан біз 60 алып тастаған кезде 29 деген жауап береді бізге. Осының жауабы бізде 29-ға тең болады. Жаңа есеп басып есептерді шекес шығара беретін боламыз.